Құраған құрақтарымызды бір-біріне біріктіріп тігіп аламыз. 3 бөлігін бір тігіп алдым мен, 5 бөлігін бір тігіп алдым. Енді ортасында оюымызды дайындап, матамызды дайындаймыз. Қазір менде 43 сантиметр, мен 44 сантиметр артығымен осылай кесіп алдым. Енді ортадағы оюымызды зигзагпен тігіп шығамыз. Сосын кейін мына 3 бөлікті біріктіріп тігіп аламыз бірінші. Сосын кейін барып, мына екі шетін біріктіріп тігіп шығамыз. Мінекей біз тігіп болдық. Енді шеткі бөліктерінде дәл осылай тігіп шығамыз. Булавкамен мінекей бізде шай көрпеміздің алдыңғы бөлігі дайын. Енді астарын дайындап аламыз. Есептеп қарайық. Менде 75 сантиметр болып тұр. Екінші бөлігін қараймыз. Екінші бөлігінде де менде 75 сантиметр шығып тұр. Астармен біріктіріп тіккен кезде менде 69 сантиметр, 69 жарым сантиметр болуы мүмкін. Әр адамда әрқалай шығады. Бұл жолы енді жай замокты тігіп көрсетемін сіздерге. Ол үшін біз мына матамызды 2 сантиметрдей бір шетін қайырып, соған замогымызды терісінен қойып тігіп шығамыз. Мата 70 сантиметр, ал замогымыз біздің 60 сантиметр. Ешқандай замок салатын лапка қажет емес. Жай лапкамен тіге береміз. Осылай бір тігіспен жүргізіп тігіп шығамыз. Мінекей тігіп болдық. Тігіп болған кезде матамызға осылай мата кейін замокты жауып тұрады, яғни көрінбей тұрады. Екінші бөлігін замогымыздың матаға қалай сәйкес келеді, соны бірінші бормен белгілеп аламыз. Енді ол екінші бөлігін біз бір-біріне біріктіріп тігеміз. Белгілеген жерімізден қозғалып кетпес үшін бірінші булавкамен жақсылап матаға қадап аламыз. Енді бұл замогымыздың екінші бөлігінде бір тігіспен тігіп шығамыз. Енді замогымызды бір-біріне кигізіп көрейік.
мінекей мата замокты жауып қалады әдемі тұрады. Өз қалауларыңыз бойынша потайной замок орналастырсаңыздар да болады, және де осындай жай замокты да орналастыруларыңызға болады. Енді мына екі шеттерін біріктіріп тігіп шығамыз. Мінекей ашып жапқан кезде бізге ыңғайлы болып тұр. Енді астарына қаншалықты қажет сол жерлерін белгілеп қиып аламыз. Мен әдейі матаны артығымен алдым, себебі қайырған кезде кейде матамыз жетпей қалып жатады. 1,5 сантиметр жетпей қалып жатса да кедергі келтіреді. Сол үшін матаны артығымен қойып, замогымызды тігіп алғаннан кейін барып, матамызды қиып, астарын дайындап алсақ болады. Мінекей менде астары осындай, замогы ортасына емес, бір шетіне қарай жақын орналасқан. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша замокты ортасына орналастырсаңыздар да болады. Енді 4 шетін бірдей тігіп шығамыз, айналдыра отырып.
Мінекей біз астарын тігіп болдық, енді аударып көрейік. Қараңыздар, арт жағы қандай әдемі болды, менде негізінде замокты осылай тіккен өзіме ұнайды. Потайный замокқа қарағанда осы замокты орналастырған әдемі көрінеді. Алдыңғы бөлігі де өте әдемі шықты. Осылай 2 шай көрпеше дайын. Мінекей біздің шай көрпешеміздің сыртқы қабы дайын.